Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде жаңа тақырып ашық кеңістікте таяқшаны пайдалану. Көзі нашар көретін жан көше бойындағы тротуар арқылы аулалар мен ғимараттарға өтетін жолдар мен өткелдерді кесіп өтуі мүмкін. Бұл өткелдерді қолдану үшін көзі нашар көретін адам маятник әдісін қолдану керек және келесі әдістерді қолдана алады. Бірінші әдіс: жаяу жүргіншілер жолының шетімен жүріп бара жатып, жаяу жүргіншілер жолының бетіне, содан кейін топыраққа, шөпке, ғимараттың қабырғасына таяқпен тигізіп көріңіз. Егер жаяу жүргіншілер жолының шетінде жол бетінің өзгеруі байқалса, онда сіз қиылысатын жолдан сақ болуыңыз керек. Жаяу жүргіншілер жолының шетінен өтіп бара жатқанда таяқтың ұшымен шекаралық тасқа оңай тиюі керек. Екінші әдіс: өткелді кесіп өткен жерде шекаралық тас болмайды. Сонымен қатар өткелдер мен жолдар көбінесе тротуар деңгейінен төмен болады. Сондықтан оларды таяқпен немесе аяқпен оңай анықтауға болады. Өткелдер мен жолдарды тактильді нұсқаулық ретінде пайдалануға да болады. Шекараның жалғасын табу үшін таяқ шекараны таппаған сәтте тоқтап қалуы қажет. Бұрылыс орнында шекараның жалғасын тапқаннан кейін, сіз шекарадан кейін бұрылып, егер сізге қажет болса, және жолды жалғастыра аласыз. Жақсы зерттелген маршруттарда жолдың бетін мұқият бақылаудың қажеті жоқ. Бірақ бұрылыстарды, шекарадағы үзілістерді іздеу керек. Диагоналды тактиканы қолдану ыңғайлы.